Біздің Сәкең батыр болса, жігіттер сол батырдың аңға шабатын бір айғыры болады. Брат, мен сенен басқа айғыр көріп тұрған жоқпын мына жерде. Сен айғыр боласың, сенікі нормально. Сол айғырдың артында жүгіріп жүретін екі ит болады. Екеуің кеп тұрсыңдар. Екеуің ит боласыңдар. Сен қасқыр боласың. Сен айғырыңды ал, екі итіңді ілестір, ар жаққа бар. Сәке бар. Ара, екі ит білесіңдер ғой я, ит адам сияқты жүрмейді ғой. Сәке, кет қама. Сәке, Сержан! Кет қамасың? Сен қасқырына жақтан шығасың. Иә, сол жақтан шықшы. Сіз ана жерге бар, отырыңызшы. Сіз ай боласыз. Мен ай туды дегенде сіз туасыз. Бит туа берсеңші. Сіз ана жақтан шығасыз. Шуға келіп кино түсірім деп кім ойлаған? Аға, музыканы дайындап. Дайынсың ба? Ағайын, біз дайынбыз, сіздер дайынсыздар ма? Олай болса бірге кеттік, дайын адамдар. Мына жақ вообще жоқ, барсыздар ма? Олай болса, біздің Сержан мен Алуа бұлай танысты. Жібер. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Шу деген үлкен өлкеде, талай сарбаздың арманы болып жүрген Алуа дейтін ханшайым қыз өмір сүреді. Күндердің күнінде Алуа ханшайым ешкімге айтпай, орманға жалғыз өзі гүл теруге келеді. Гүл терсей? Алуа гүл тер. Саңырауқұлақ емес гүл. Бер қарай кейін. Қазір мен жаңбыр жауып дегенде бәріміз шапалақ ұрамыз. Дауыл соқты дегенде у деп айқайлаймыз. Кенеттен дауыл. Дауылдың арты жаңбыр. Жаңбыр қатты жауып тұр. Дауыл мен жаңбыр бірге. Үстің су болып қалмасын деген ханшайым мына жерге тал таппады, осы жерде тұра берші. Сол кезде орманда жүрген жалғыз қасқыр, бейшара 7 ай ет жемеген, басында төленбеген 6 кредиті бар, ну погоди деген қасқыр Володя келеді. Мынау тоқ қасқыр ғой. Аш қасқыр деймін, аш. Деш. Жүр. Қасқыр келеді. Мен сені жеймін деп. Жағдай жақсы қасқыр. Сол кезде бір кісі орманның охраннигі телефонмен сөйлесіп өтіп кетеді. Қасқыр келеді, жаңбыр жауып жатыр. Сол кезде шудың батыры айғырына мініп, мінсей? Сен көтеретін айғыр ғой. Айғырына мініп, бұтыңды абайла. Айғырына мініп, қата шығысың ба? Мініп, екі итін естіріп, орманда шауып береді. Жаңбыр жауып тұр, дауыл соғып тұр. Шап! Екі итіне қарап, қасқырға қас дейді. Қойс, екеуі барады да қасқырдың құйрығын тістейді. Қасқыр өледі. Қасқыр қайда бер бұл? Екі ит өзінше болып қалады, типа қасқырды өлтіріп тастады деген сияқты. Мен хабар тұрыңдар. Кім бергел? Ханшайым бергел. Ханшайымға қарап, «Ау ханшайым, орманда жалғыз неғып жүрсің?» дейді. «Ау ханшайым, орманда неғып жүрсің?» Плопқа той болған батыр құсамай жөндеп айтайшы. Айқайлап сен батырсың ғой. «Ау ханшайым, орманда жалғыз неғып жүрсің?» «Ау ханшайым». Айқайлама. Біреудің қызын айқайлап тұрғаныңыз? «Орманда неғып жүрсің?» Ауылдың қойын бағып жүрмін дейші маған. Көтеріп жүріп адасып кетіппін дейді. Көтеріп жүріп адасып кетіппін. Онда не дұрыс танысай? Онда не дұрыс танысай? Атыңыз кім? Атыңыз кім? Сержан ба? Сенің емес, астындағы аттың аты кім? Сенің емес, астындағы аттың аты кім? Көкжал. Светтен қателесіп кетіпсің да? Саржал десей? Мен сені бір көргенде ұнаттым. Мен сізді ауылға келін қылам. Мінгесіз мені көкжалма дейді. Көкжалма мінесің бе мені? Бытшын шығар, ол киноны.
мінгес менің көк жалыма. мінгес менің көк жалыма. Сыймай тұр ғой мынау сенен кейін. Бір кезде көк жалға тіл батыр, батыр, ауылға айтын жаяу барыңдар дейді. Ей, батыр, ауылға айтын жаяу барыңдар. Мынау сөйлейді еще, прикинь. Сол кезде Ханшайым ханзада аттан түсіп, Ханшайымның қолынан ұстап, белін емес. Күн батып, жаңбыр жауып, бір кезде ай туады. Быдыш. Рахмет ағам. Осымен кино бітті, жастар баянды бақытты өмір сүріпті. Конец фильма. Все.